тақырыпты қозғамас бұрын біздің қоңыраушаны басып каналға тіркеліп алыңыз. Мынау көп жігіттердің арасында сұрайды, жыныс мүшенің қалыпты жағдайда қанша болу керек нормада деп. Енді мынау әр генге байланысты болса, мысалы мынау ерлерде біздің мынау орыстарда көбінесе ұзын боп жатады деп жатады ғой, бірақ енді бұл жерде қалыпты жағдайда негізі 9 бен 9,5 сантиметрден жоғары болу керек. 10, 11, 12, 13, 15 мысалы арқылы, бірақ 9-дан кем болмау керек. Егер де төмендірек болатын болса, бұны әрине кіші жыныс мүше, яғни микропенис деп жатады мысалы халық арасында. Осы жағдайларда себептері неден болуы мүмкін? Не себепті осындай болады? Айтып кетсеңіз деп сұрайды. Енді бұл тақырыпты қозғап кететін себебім, өйткені осы патологиямен ауырып жүрген, және осымен зардап шегіп жүрген жігіттер бар. Енді достар, мынау жыныс мүшенің не себепті мысалы дамай қалуы, соған тоқталып кететін болсақ, бұл эмбрионалдық уақытта адам енді бала туылғаннан кейін адам ағзасында осы гормональдық сбой болуы мүмкін. Соған байланысты ер баланың осы ержету барысында 14 жастан бастап симптомдар байқала бастайды. Егер 14 жасқа дейін туылғаннан кейін гормондық бұзылыстың әсеріне байланысты, болмаса жаңағы баланың томбақ болуына байланысты, микропенис, болмаса жаңағы скрытый половой член жасырын түрде болуы мүмкін. Осы жайттар кездеседі. Егер гормондық бұзылыстан болатын болса, міндетті түрде ерте жаста, 14 жастан бастап, 13 жастан бастап көрсету керек болды дәрігерге. Өйткені эндокриндік жүйенің бұзылысына байланысты балалардың осы жыныс жүйесі дамай қалады. Бұны айтатын болсақ, екі синдроммен айтып кетеміз. Жыныс жүйенің дамай қалуы, бірінші синдром бұл Кальман синдромы. Кальман синдромы дегеніміз бұл гипофиздегі мынау тестостеронды өндіретін гормонның бұзылысы, яғни Кальман синдромы деп саналады. Бұл жағдайларда гормон жетіспеушілікке байланысты мошонка, яғни дамай қалуы мүмкін, жыныс мүше дамай қалуы мүмкін. Осы жайттарда Кальман синдромы осы балалардың туындаған. Бұл синдромның қауіптілігі неде? Ертеңгі күні бала дамып жетілгеннен кейін бесплодия туғаннан бастап болуы мүмкін. Соның қауіптілігі жоғары. Ал енді Кальман синдромы бұл гормондардың бұзылысына байланысты болады. Екінші синдром бұл Клайнфельдер синдромы. Клайнфельдер синдромы дегеніміз не? Бұл Клайнфельдер синдромы мынау адам ағзасындағы ерлердің половой дейміз ғой, жыныстық гормондардың, жыныстық хромосомалардың, яғни мутацияға ұшырау арқылы осы хромосомалардың бұзылысына алып келеді. Осы жайттарға байланысты Клайнфельдер синдромы кезінде де жыныс мүше дамай қалады. Яғни еннің де дамай қалуы бар осы жайттарда. Хромосомалық бұзылыс болған кезде бұл баланың болашағына әсерін тигізуі мүмкін. Егер де осы диагноз ертеректен қойылып, егер ем алатын болса, қайта қалпына келтіру мүмкіндігі ерте жаста болатын болса жоғары. Ал енді қазір жайтта кездесіп жатыр, ол енді новорожденный дейміз ғой, 500 баладан бір баланың арасы, яғни осындай синдромдарға ұшырайды. Клайнфельдер жаңағы Кальман синдромдарына. Енді бұндай жаттар шындап кететін болсақ, бұдан да көп болуы мүмкін. Өйткені жасырын түрде жүру мүмкін, айта алмауы мүмкін. Өйткені бала мен әке мен баланың арасында контакттың бұзылуы, яғни ақылдаса сөйлесе алмау, ашық сөйлесе алмауына байланысты әрине ер балалар қысылып, ұялып, айта алмайды бойындағы проблеманы. Соған байланысты ертеңгі күні үйленген кезде әрине проблемалар осыған байланысты туындап жатады. Егер де балаңыздың бойында осындай симптомдар байқалатын болса, міндетті түрде дереу дәрігерге, детский андролог дәрігер бала кезде болатын болса, одан кейін жаңағы эндокринолог дәрігерде қаралу керек. Бұл жерде гормондық бұзылыстан болса, әрине оның өзінің тиісті емдерін дәрігер тағайындайды. Енді тағы да айтатын жайт, бұл жерде немен өсіруге болады, яғни шешімі қандай деп сұрап. Егер де гормондық бұзылыстан болатын болса, гормондар бұзылатын болса, тестостерон гормон жетіспеушілік болса, мынау Кальман синдромы хромосомалық бұзылыстар болатын болса, ол жерде әрине дәрігерлер гормон алмастырушы терапия тағайындауы мүмкін. Өйткені ағзадағы тестостеронның бар, бірақ жетіспеушілігін, яғни выработкасын, яғни стимуляция жасау арқылы
яғни гормон алмастырушы терапияның көмегімен тестостерон ба болмаса жаңағы хгч ма минапур дәрілері ма сол сияқты қосымша гормон алмастырушы терапияның көмегімен оны схема бойынша беру арқылы осы гормонды туындатып ағзадан көбейтіп арқылы жыныс жүйені өсірді. Екінші ол енді бәрінде бірдей бола бермейді, әрине бұл жерде көптеген тексерістен өту керек болады. Ал енді екінші жайттар, егер де жыныс жүйесі қалыпты жағдайда бірақ 9-8 сантиметрдің көлемінде болса, бұл арқылы жаңа экстензия, яғни жыныс жүйені созу арқылы, сыртқа созу арқылы көлемін 2 сантиметрге, 1,5 сантиметрге ұзартуға болады. Әртүрлі гельдерді қолдана отырып, бірге аппараттың көмегі арқылы, экстендер аппараты, помпар аппараты арқылы, экстензия жасау арқылы созып жатады. Ал енді ең соңғы шешімдері бұл жерде операция жасау болуы мүмкін. Өйткені операция арқылы лигаментоктомия жасау арқылы мынау жыныс жүйесінің стап тұрған жаңағы связка дейді, байламын кесу арқылы ұзартып жатады. Әрине бұл операциялар оңай операция емес, пластикалық түрде жасалатын операция. Бала кезде де жаңағы скрытый половой кезінде біздің әріптестеріміз, жаңағы балалар урологтары операция жасап, осы жыныс жүйенің несін ұзартып жатады. Мұнда операция жасалады. Ал енді операция жағдайларда кей жағдай туындап болып жатады емі. Және де мына жыныс жүйемен қатар осы жұмыртқаның, яғни еннің өзінің қалтасына түспей қалуы. Яғни балаларда жиі кездеседі. Бұл криптархизм деп аталады. Криптархизм ауруының да қаупі жоғары. Егер мынау қалтасына уақытылы түспейтін болса, еннің ол іш қуысындағы дене температурасы бұл жұмыртқаның функциясын, яғни қызметін төмендетуі мүмкін, бұзуы мүмкін. Соған байланысты, егер де баланың бойында байқалатын болса, міндетті түрде тиісті дәрігерге көрініп, уақытында енді жұмыртқасын қалтасына түсіру керек. Эндокринологтар тарапынан бұл хгч уколдар арқылы, гормонның көмегі арқылы мына енді қалтасына түсіреді. Ал енді урология, андрология саласында бұған әрине операция жасайды. Операция жасау арқылы осы енді өзінің орнына түсіру операция жасалады. Ал енді бұл айтып кеткен тақырып, қозғап кеткен тақырыбым ең маңызды тақырып, өйткені осы жыныс жүйенің дамымай қалуына байланысты қаншама жастарымыздың арасында ажырасулар болып жатыр. Мысалы, әйелдердің көңілі толмай болып жатады. Мысалы, жыныстық қатынасқа түсе алмау қалыптасады. Бұл әрине бұл ер бала үшін стресс, ол депрессияға түсуі мүмкін осы жайттарға. Соған байланысты бұл жайттарды болдырмас үшін әрине ерте жастан бастап ер баланы қадағалау керек. Өйткені қазақ әрқашанда ол балаға аса көңіл бөлген, өйткені біздің ұрпағымызды көбейтетін осы ер балалар. Соған байланысты ер балалардың денсаулығы мықты болу керек. Ал енді достар, әрқашанда біз баламызға көңіл бөлейік. Бұл ер бала болсын, жас өседі, өйткені ертең біздің ұрпағымыз тартатын осы ерлеріміз. Ерлеріміз аман болсын, денсаулықтарымызды күтейік, аман болайық достар. Әрқашанда ешқандай аурудан, қысылудың керегі жоқ, ұялудың керегі жоқ. Өйткені ертең күні ұрпақтарды болмай қалсаңыз, сол ұят болады. Ал енді біздің видеомыз сізге ұнаған болса, астына комментария жазып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Өзіңіздің бойыңызда жүрген тақырыпты қозғайтын, алдағы уақытта шығаратын видеоларға сізде атсалысып кетіңіз, астына жазып кетіңіздер. Біз комментарияда теріп алып, ішіндегі керекті деген тақырыптарды қозғап кетеміз. Сау саламатта болыңыздар.